Сәулет өнерінің ең көрнекті ескерткіштерінің бірі Сүлеймания күлесі. Бұл Кануни Сұлтан Сүлейманның Ыстамбулға қалдырған мөр іспеттес. Мұндай керемет туындыны тек Мимар Синан сияқты ұлы данышпан ғана жасай алады. Бұл оның шеберлік кезеңіндегі ең ірі туындыларының бірі. Қаланың ішіндегі ең қолайлы төбелердің біріне салынған кешенге Халичтен, Босфордан, тіпті Ускудардан қарағанда Мимар Синан қаланың силуетін қаншалықты анық қалыптастырғанын аңғарасыз. Дүниенің 1/3 үкімді жүргізген Сұлтан Сүлейман осы қысқа ғұмырында мәңгілік із қалдыратын садақа-и жария жасауға ниет етеді. Бірақ бұл іс қарапайым болмауы тиіс еді. Ол Осман дәулетінің күші мен абыройын бүкіл әлемге паш ету керек болатын. Ол ғибадатхананың орнын өзі таңдаған еді. Сол дәуір тарихшыларының жазбаларына қарағанда, бұл орын ауа желі жақсы соғатын, теңізге көрінісі ашық, биік төбе еді. Осыны ізгі кешен қаланың ең әдемі жерінде орналасып, адамдарға рухани қуаныш сыйлауы тиіс еді. Әмірдің бұйрығынан кейін Мимар Синан кешеннің жоспарларын және макетін сұлтанға таныстырды. 2 жылға созған дайындықтан соң 13 маусым 1550 жылы Кануни Сұлтан Сүлейманның өзі қатысқан салтанатты рәсімде алғашқы тас Әбу Суд Эфенді тарапынан қойылды. Кешеннің құрылысында қабырға қалаушыдан темір ұстасына, наққашы әйнекшісіне дейін барлығы 3500 шебер еңбек етті. Ал қарапайым жұмысшылар мен басқа қызметшілерді қосқанда бұл санның шамамен 4 миллион адамға жеткені болжануда. Сүлеймания күлесінің есеп кітапшасы бүгінге дейін жеткендіктен, оның құрылысына қанша қаражат кеткенін нақты білеміз. Мешіт, медресе, имарет, монша және басқа қосалқы ғимараттарды қосқанда, Сүлеймания күлесінің жалпы құны 53.782.980 ақчы, я болмаса басқа өлшеммен 3 тонна 200 килограмм алтынға тең болған. Кануни Сұлтан Сүлейманның өзі сияқты атақты болған Сүлеймания күлесі сол кездегі шарттарға қарамастан небәрі 10 жылда аяқталған болатын. Ал сол дәуірде Еуропадағы ұқсас ғимараттарды тұрғызу 150-200 жылға созылатын. Шамамен 70 гектар жерге салынған кешенінің орталығында Сүлеймания мешіті, ал оның айналасында медреселер, медицина медресесі, бимархане емхана, дарузефи асхана, тапхане дәрігерлік оқу орны, дарул хадис хадис үйі және хамам монша орналасқан. Ал қыбла тарafында Сұлтан Сүлейман мен Хюррем сұлтанның түрбелері бар. Ал Мимар Қожа Синанның кесенесі күленің ең қарапайым бірақ мәнді ғимараты болып табылады. Сүлеймания күлесінің беріктігінің 5 сыры. Құрылыстың басталуынан аяқталуына дейін әр жұмысшының адал ниетпен еңбек етуі. 2. Құрылысты жобалаған Мимар Синанның терең инженерлік білімі мен теңдессіз шеберлігі. 3. Ғимаратта жүктемені жан-жаққа біркелкі тарататын сәулелі іргетас жүйесінің қолданылуы. 4. Құрылыста табиғи әрі берік материалдардың пайдаланылуы. 5. Тастардың беріктігін арттыру үшін олардың арасын қорғасынмен қапталған темір бекіткіштердің қолданылуы. Дүние аяқта тұрғанша, менің еңбектеріме көз салған ақыл парасат иелері жасаған ісімнің терең мәні мен шынайы қажырын түсініп, маған әділ көзбен қарайды деп үміт етемін. Мені ізгі дұғаларымен еске алар, иншалла.